Индекс керек болса, Google-ға жазасыздар, индексы Казахстана деп. Содан кейін жоғарылақ осылай көтересіздер. Содан кейін домалақ фиолетовый болып тұр. И жазылып тұрғанда поиск почтов индексов Казахстана деп тұр. И ағылшынша жазылып тұр басында. Соны басасыздар үстінен. Осындай не шығады, сайт. Осыны жоғары көтере бересіз. И сол кезде регионы, индекс, новый, старый индекс деп шығады. Осының ішінен өзіңізге керекті индексті табу үшін. Например, Алматинский областе сізге керегі. Соның ішінде сізге, мысалы үшін, Кербулакский район. Енді жаңа сізде отырған ауыл жоқ, мынаның ішінде в основном сельский округтар. Енді соларды, сельский округтардың барлығын ашып қарайсыз. Сізге керекті сельский округ мынаның ішінде жоқ. Енді Қоғалы сельский округта қарайсыз. Осының ішінде сізге керекті Тасты Өзек ауылы тұр. Сол Тасты Өзек ауылының үстінен басасыз. Сол кезде улица шығып тұр. Енді кішкентай ауылдарда ол былайша айтқанда индекс біреу-ақ болады. Сондықтан кез келген улицаны баса берсеңіздер болады. Міне 04, 11, 10 дейді. Старый индекс. В основном бізде сайтта старый индекс тұрайды, новый индекс тұрамайды. 04, 11, 10. Оң жақта тұрған сол индекс. Яғни осы Тасты Өзек ауылының индексі болады.